балалар? Саламатсыздар. Бүгінгі күндеріңізге барлығыңызға сәттілік тілеймін. Біз қандаймыз, шұғылдайды қандаймыз, ертеңді білмейміз. Қуанымды сенде, қуанымды менде, қуанымды болсаң, айрылмам күлме. жарайсыңдар балалар, тұра болыңыздар. Балалар, бізде сабақташу сабағында не үйреніп жатырмыз? Немен танысып жатырмыз? Немен танысып жатырмыз? Балалар, бізде сабақташу сабағында не үйреніп жатырмыз? Немен танысып жатырмыз? Әріптермен, сосын дыбыстармен, сөздермен, сөйлеммен танысып жатырмыз, да? Ал дыбыстар нешеге бөлінеді? Қандай болып бөлінеді? Дауысты дыбыстар қалай айтылады? Ал бұсаң айтамын, тақырыпты, иә? Айтылады, иә. Оны қандай үске белгілейміз, дауысты дыбыстар? Қызыл үске, отырамын. Ал дауыссыз дыбыстар қалай айтылады? Кім айтады? Қыз айтамыз? Дауыссыз дыбыстар қалай айтылады? Дұрыс айтасың. Оны біз қандай түспен белгілейміз? Көк түспен. Дұрыс айтасың. Балалар, дауыссыз дыбыстар кедергіге ұшырап айтылады екен. Ол жаңағы созылмайды екен, да, балалар? Жарайсыңдар. Енді балалар, сөз неден тұрады? Кім біледі? Сөз неден тұрады? Сөз? Дұрыс айтасың, сөз дыбыстан тұрады. Ал сөйлем неден тұрады? Сөйлем сөздерден тұрады екен, да, балалар? Сөйлем сөздерден тұрады екен. Жарайсыңдар. Сөйлемнің неше түрі болады? Сөйлемнің, дұрыс айтасыздар, сөйлемнің үш түрі бар екен. Қандай? Бірінші, тыныс белгісі нүкте қоямыз. Қандай сөйлем болады нүкте қойылған сөйлем? Хабар есімше түсіреміз. Ал сұрақ белгісі қойылған сөйлем қандай болады екен? Сұраулы, дұрыс айтасыздар. Ал леп белгісін қойылған сөйлем лепті, дұрыс айтасыздар. Жарайсыңдар балалар. Енді өткен сабағымызды есіңізге түсірейік. Өткен сабақта біздер қандай әріппен таныстық, балалар? Дыбысымен, әріппен таныстық. В-ға келетін сөздер айттық, сөйлемдер құрастырдық та. Ал В дыбысы қандай дыбыс дедік? Дауыссыз. Қандай түспен белгіледік? Өте жақсы, балалар. Енді балалар, бүгінгі біздің сабағымыз жаңа танысатын әріпімізбен дыбысымыз Йо дыбысымен әрпі. Йо дыбысымен әрпі. Айтайықшы, балалар. Йо. Қалай айттық, балалар? Созылған тұрды. Аузымызды еркін ашып тұрмыз, да, балалар? Йо дегенде міне еркін ашып тұрайды. Айтайықшы, йо. Қалай айттық, балалар? Созылып, еркін, әр айтып тұр. Демек, бұл қандай дыбыс болады, балалар? Дауысты дыбыс болады, дұрыс айтасыңдар. Йо дыбысы дауысты дыбыс қана емес, балалар, бұл қосарлы дыбыс. Біздер я, ю дыбыстарын өткенде, ондай дыбыстар қандай дыбыстар дедік біздер? Қосарлы. Мына йо дыбысы да қосарлы айтылады екен, балалар. Мысалы, міне құлағымызға естілгенде йо деп естіледі да, йо. Айтылғанда, жазылғанда йо деп жазылады да. Мысалы, шахтер, айтайықшы. Шахтер деген сөзді буынға бөлейік. Шахтер. Неше буыннан тұрады? Не себепті екі буыннан тұрады? Дұрыс айтасыздар. Сөз неше буынға бөлінсе, сол сөзде сонша дауысты дыбыс бар екен. Өте жақсы. Шахтер. Енді келесі сөз балалар. Матер. Матер деген сөзді буынға бөлейік. Көбіне көп, йо бізде орысша сөздерде кездеседі, да? Мысалы, қазақ сөздерінде йо жоқ. Бұл йо дыбысы, балалар, қараңдаршы, қандай әріпке ұқсайды? Еге ұқсайды, тек бұның үстінде екі нүктесі бар, да, балалар? Йо дыбысының үстінде екі нүктесі бар екен. Өте жақсы. Міне шахтер деген балалар кім? Шахтер деген жердің астында жұмыс жасайтын мына шахтер ағаларымыз еңбек етіп жатыр. Көрдіңдер ме, балалар, міне? Ал енді матер деген кім? Матер дегеніміз ол
Не істейді? Тоқтарды, дұрыс айтасың балалар. Тоқтарды жөндейді. Үйде жаңағы свет болмай қалса, оның жаңағы тоқтарды жөндеп, олар жаңағы іске қосады екен. Өте жақсы. Енді мына жерде тағы да балалар. Матрешка. Матрешка деген сөз, бұл да орыс тілінен алынған сөз, бөлек. Матрешка. Үш бұл. Себебі? Өте жақсы балалар, өте жақсы. Енді орнымыздан кішкене тұрайық. Кетті, сені балалар қалар, кетті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ой жазамыз 40. Дәптерімізді ашайық, сауаттылар ашайық. Көрсетілген үлгіге әдемі жазайық. Отыра қойыңдар балалар. Енді қолымызға карандаш ұстаймыз, бәріміз қолымызға карандашымызды ұстаймыз. Балалар, йодымызмен әрпін жазайық, ауаға жазайық. Кеттік. Ауаға жазамыз балалар. Әуелі ауаға жазалар, сосын дәптерімізге жазуға кірісеміз. Кеттік балалар, міне, кеттік, алтынай. Төменге қарай. Бір сызықша, екінші, үшінші, ортасын тағы сызамыз, төбесінде екі. Несі бар? Нүктесі бар. Кеттік. Ал бастаймыз. Кеттік. Дана. 1, 2, 3, 4. Төбелінде екі нүктесі бар. Ол йодымызмен әрпі балалар. Таспаша түрі осындай ол жазылады. Түсінікті ма балалар? Енді қолымызға карандашымызды алып, йодымызмен әрпі жазуға кірісеміз. Балалар, енді маған қарай қойыңдар. Қазір жазуымызға жалғастырамыз, қоя қойыңдар. Енді балалар қараңдар, мына жерге мен тақтаға шахтер және монтер деген сөз жазып қойдыңдар. О деп жазылады, бірақ артыққанда монтер деп айтамыз. Оқыңызшы балалар. Қандай буын бұл? Қандай буын бұл? Келесі буын? Қандай буын бұл? Екі буынды қоссақ, шахтер деген сөз шығады. Енді осы шахтер деген сөзге дыбыстық талдау жасай қояйық балалар. Кім жасайды? Дыбыстық талдау. Кім жасайды? Келе ғой көркем, келе ғой. Дыбыстық талдау жасаймыз. Так, шахтер деген сөзде бірінші қандай дыбыс айтамыз? Ш дыбысы қандай дыбыс болады? Алау. Көк түспен белгілейміз. Ш дыбысы дауыссыз дыбыс. Оны көк түспен белгілеуіміз сайды. Так, монтер деген сөзге екінші бала шыға қоямыз. Кім шығады монтер деген сөзге? Келе ғой, ал жақсы, ұстам келе ғой. Монтер деген сөзге дыбыстық талдау жасай береміз. Так, екінші дыбыс қандай? А дыбысы қандай? Қандай дыбыс? Қандай дыбыс болады? А дыбысы дауысты дыбыс. Айтып тұрамыз. Ала бер. Монтер деген сөзді дыбыстық талдау жасай береміз. Қандай дыбыс жасай береміз? Дұрыс. Келесі Х дыбысы. Х дыбысы қандай дыбыс? Дұрыс. Көп сен өзің жасай береді. Қазір тексереміз. Дұрыс. Шах. Т қандай дыбыс келесі? Көп дұрыс айтасың. Дұрыс. Так, бүгінгі төртқан дыбыс қандай дыбыс болады? Дауысты деп айтамыз. Қызыл демек, дауысты. Қызыл түспен белгілейміз депті. Молодец. Жарайсың. Енді ең соңғы әріп қандай? Р дыбысы қандай дыбыс? Дауыссыз, дұрыс айтасыз, белгілеу. Так, Рустамға көмектесеміз. Рустам бәрін көкпен белгілеп жатыр. Так, балалар, отыра ғой, көркем, жарайсың. Қараш, көркем, шахтер деген сөзде неше дыбыс бар екен, санаш? Неше дыбыс бар екен? 6 дыбыс бар екен. Оның нешеуі дауысты екен? Оның нешеуі дауысты? Екеуі дауысты, қалған төртеуі қандай дыбыстар екен? Дауыссыз жауап. Так, келесі. Так, Рустам монтер деген сөзге дыбыстық талдау жасаймыз. Кім? Рустам, м дыбысы қандай дыбыс айтшы? Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты. Дұрыс па балалар? Қандай дыбыс? М дыбысы? Дауыссыз. М
üstüne belgileymiz? Ya, bu yerga alib ko'pni belgilaymiz. Tezlik bu ya, boshqalarga. Ya. Odan keyin qanday deb kelib turibsan, qarash. O debisi qalay aytilibdi? So'zlar bu qanday deb bo'ladi? Davosda deb bo'ladi aytamiz. Qizil niye belgilaymiz deb turib to'liq aytamiz, ya. Belgilay qo'y. O'ni qizil niye belgilaymiz deb. Kelesi deb qanday debmiz? Na. Qanday ustun belgilaymiz? Tez aytamiz. Na. Ya. Ko'p. Na. Bak, tez aytamiz, aha. Kelesi qanday debmiz? T. Qalay aytibdi? T. Qanday ustun belgilaysiz? Ko'p deb aytasiz. Demak, u qanday debmiz? Davosiz debmiz, ya. T. Aha. T. Tanasimiz ana. Kelesi bugun o'tayotgan harf qanday harf? Yo'q. Qalay aytiladi yo'q? So'zli. U qanday bo'ladi bizga? Qizil. Belgilay qo'ying. Bolalar qarab o'tiribsiz, yozmadimmi, Rustam? Yo'q. Bundan keyin qanday harf bizda? R. Qalay aytiladi R? Qanday deb bo'ladi? R. Ya. U qanday deb bo'ladi? Davosiz. Al. Manchur degan so'zni tezlik eshitdimiz, necha harf bor ekan? Tezlik deb, ha? 7. Ya, barliq nechani debsiz o'qish? Sanash? 1 2 3 4 5 6. Ya, 6 debsiz bor ekan, uning nechavi? Davosda? 2. Aytamiz, 2 to'liq. 2. Davosda. 4 davosda. O'tiramiz, jaraysin. Bolalar tushundimi? Ya, bu qanday harf bilan tanishdi? Yo'q, bizning harf bilan tanishdi. Bu qanday deb bo'ldi biroki? Qanday deb bo'ldi yo'q debsa? Qizil u qanday deb bo'ladi? Davosmi, davosizmi? Davosda deb aytasiz, davosda. Bolalar texana davosda deb siz, u qanday deb bo'ladi? Qo'sarli. Qo'sarli deb bo'ladi-da, bolalar, tushundingizmi? Qo'sarli, misol mana yo'q debsa, bizlar aytganda i және o'ni qo'shamiz. Yo'q deb eslatib qilamiz. Montyor deb aytamiz-da, aytganda. Al yozilganda montyor deb yozamiz. Shaxtyor deb aytiladi, yozilganda shaxtyor deb aytamiz. Tushundingmi, bolalar? Ya, bugungi savolimiz oyoqlandi. Uyga qaytalaymiz, o'qiymiz, demak. Rahmat, bolalar.